Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірінші жасағаннан дәмді болып шығатын, өзім де алғаш рет дайындап тұрған ең оңай суши ролл рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен күрішімізді жақсылап жуып, кішкене кептіріп аламыз. 300 грамм күрішке 360 грамм су құйып, газдың астын қатты жағып, күріштің суы тартылғанша жақсылап қайнатып аламыз. Суы тартылған соң бетін жауып 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Күріш піскен соң оттан алып, бетіне марлы не майлық қойып, тағы 15 минутқа қалдырамыз. Майлық өзіне барлық ылғалды сіңіріп алады. Мен күрішке сушиға арналған Чим-Чим фирмасының дайын күріш уксусын пайдаландым. 100 грамм күрішке бір үлкен ас қасық уксус құямыз. Яғни мен 300 грамм күрішке 3 ас қасық уксус құйдым. Күрішімізге уксус сіңуі үшін 2-3 минут жақсылап күрішті араластырамыз. Күрішімізді үлкен тарелкеге суығанша жайып қоямыз. Күрішіміз толықтай суыған соң 130-140 граммнан 4 бөлікке бөліп дайындап қоямыз. Мен сушидің салмасына сүзбелі ірімшік, краб таяқшалары, қияр және лосось балығын пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңызша басқа балық түрін, болмаса тауық етін пайдалануларыңызға болады. Сушиімізді орардан бұрын кішкене май құйып, жақсылап жағыламыз. Бұл нориіміз жабысып қалмас үшін. Нориімізға күрішті қойып, жақсылап жайып шығамыз. Күрішіміздің тегіс боп жайылуы өте маңызды. Содан соң салмасына керекті заттарымызды салып, жақсылап видеодағыдай орап шығамыз. Бұл кунжут. Кунжутты қызып тұрған табада 2-3 минут жақсылап қуырып аламыз. Темпура роллын дайындау үшін
кляр қажет. Клярымызға 2 жұмыртқа, сухари қосып жақсылап араластырамыз. Менде кішкентай таба болғандықтан ролымды 2-ге бөліп, клярға ұнатып, майға жақсылап қуырып алдым. Біздің ең оңай үй жағдайында дайындалатын суши роллымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.